Саламатсыздар ма, менің сүйікті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерменен лағманды созу туралы өзімнің әдісімен сіздермен бөліскелі отырмын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыздар. Менің сүйікті көрермендерім, алдағы уақытта мен сіздермен көптеген рецепттерменен бөлісетін боламын. Сол себепті менің арнамдағы колокольчикті басып тіркеліп қойыңыздар. Ал осындай керемет лағман жасап шығу үшін мен сіздерге әдісін үйрететін болайын. Қазіргі уақытта біз қара мұздай, яғни салқын су болу керек, суыңыз мұздай болу керек. 350 грамм суға 1 чай қасық тұзды толтырып саламыз. Жақсылап араластырамыз. Суыңыз міндетті түрде мұздай болу керек. Және де соған 700 грамм ұнды саламыз. Яғни сіздің иленген қамырыңыз өте қатты болу керек, достар. Егер наныңыз жұмсақ болып қалса, лағманыңыз дұрыс шықпай қалады. Сол себепті сіздің илеген қамырыңыз өте қатты болу керек және жақсы иін қандыру керек, арасында іртік қалып кетпеу керек. Сол себепті қамырды біраз илеп уақыт соза тұрамыз. Өйткені мен сіздерге көрсетейін, сіз асықпай қараңыз. Нанды жақсылап илеуіміз керек біз, достар. Иін қандырып, тындырып жақсылап илесек, біздің лағманымыз жақсы шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай мен біраз жұлмалап бөлшектеп аламын. Арасының бәрін ашып және де қайтадан илеп бастаймын. Себебі арасында іртік қалып кетпеу керек. Сонда сіздің жазған лағманыңыз бір тегіс болып және де қолыңызға тисе өзінен өзі созыла беретін лағман болып шығады. Қазір енді біз пищевой пакетке орап бір жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Қамырымызды тыңғанша тұру керек. Ал енді біз өзіміздің қамырымыз тыңғанға дейін біз подливымызды бастап жасап тастаймыз. Енді мен етті жіңішке жұқа қылып тураймын. Өйткені лағманға ол жылдам піседі және де жегенде асқада адамның асқазанына жұмсақ болып тию үшін мен етті жұқа қылып турайтын боламын. Мен лағманның етін жіңішке және де жұқа етіп ұзын қылып тураймын. Сонда лағманыңыздың еті сәнді болып әдемі көрінеді. Және де жегенде жылдам пісіп, адамның асқазанына жеңіл тиеді. Ал енді достар, лағманға көксөктерді қосатын болсақ, әркімнің өзінің идеясымен жасай алады. Ал мен сәбіз қостым. Сәбізімді кубиктеп турап сәбіз қостым. Және де бір пиязды турап, оны кубиктеп турадым.
Және біз достар осы түрлі түсті болгарскийді, тәтті болгарскийлердің сары түрін, және де қызыл түрін, және де жасыл түрін бір-бірден осылай көбіктеп турап шығамыз. Негізі бұл лағманның дәмін жақсы келтіреді. Енді бұл жерге сельдерей қосу керек. Менде сельдерей болмай қалды магазинде. Сол себепті мен сельдерейдің орнына капуста қостым, яғни китайский капуста қостым. Бір речка қостым, оны да тоже ұзындау етіп, қатты көбіктеген жоқпын. Енді әркімнің өзінің идеясымен жасайды бұл жерде. Бұл жерде негізі сельдерей қосса дәмді болар еді, жандау қосса дәмді болар еді. Бірақ магазинде бізде жандау жоқ болды, сельдерей де болмай қалды. Сол себепті мен үйдегі бар тағамдармен осылай подливасын жасап шықтым. Мұны енді етін салып, оған пиязын салып, жақсылап бірінші қуырып аламыз майға. Үстіне сәбізді салдым. Біраз уақыт енді сәбізменен пиязы біраз қуырылғаннан кейін үстіне томат салсаңыздар да болады. Томат салғаннан кейін осылай өлшеп су құйып, және де осыған бір чай қасықпен тұз салып дәмін келтіреміз. Енді әркімнің өзінің вкусы бойынша салады тұзды. Мен енді бір чай қасық тұз салдым. Енді осындай дәмін келтіретін специяларды қосамыз. Яғни бұл дәмін тамаша келтіріп тұрады. Және де осындай тағы да бір кориандр қоссаңыздар да болады. Енді еті піскенше біраз уақытқа қайнатып қойып қоямыз. Содан кейін барып қалған нелерді салсақ болады. Қазір мен деген мінеке мына жерде речканы салдым. Одан түрлі түстік болгарскийларды саламыз. Енді үстіне капустасын салып, етін жауып, қайнатып, біраз еті піскенге дейін қойып қоямыз. Етін шұқағып торадым, сол себепті ет жылдан піседі. Болды, енді бұл өзімен жай астын басып, отын басып қоямыз, және де өзі жайлап қайнап пісіп тұра береді. Енді нанына кірсеміз, нанын осылай бірінші бөлшектеп аламыз барлығын. Бірінші оқтаумен жайып алып барып, осылай дайындап алсаңыздар болады. Мінеке осылай қолменен осылай созып барып, қолыңызды майлап аласыз майға, тақтайыңызды майлап аласыз. Сөйтіп бірінші осылай біраз уақытқа қойып қоясыз, өстіп бір келтір формасын. Содан кейін барып бұл тынғаннан кейін өзінен өзі созыла беретін тамаша болып шығады. Бірақ осылай табаққа осылай айналдырып, өлікке құсатып айналдырып, бәрін қойып алғаннан кейін үстіне май жағып қойып қоямыз. 5-10 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін барып созсаңыз, өзінен өзі созыла беретін тамаша лағман болып шығады. Енді осы табақтың үстіндегі қамырымызға бет жағына май жағып қоюымыз керекпіз. Енді мен сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Негізі жылдам жайылу үшін бірінші оқтаумен осылай жайып алыңыздар. Және де жайылғаннан кейін барып пышақпен кесіп,
жылдамдатуыңызға болады, оқтаудың көмегіменен жылдамырақ болады. Міне осылай оқтаудың көмегімен және де пышақпен осылай бөлшектеп аламыз. Жылдам болу үшін және де қолымызды майлап осылай жай қолдың көмегіменен осылай қамырымызды созып аламыз. Және де оны созып үліткі қылып жасап алғаннан кейін үстіне май жағып қойсаңыз, өзінен өзі созыла беретін тамаша лағман болып шығады. Достар, шындап келгенде түк те қиындығы жоқ. Адамның жасағын адам жасайды. Сізде әрекет жасап көріңіз. Лағманды бір созып үйреніп алсаңыз, және лағман өте дәмді тағам. Отбасыңызбен бірге лағман жасап жеп отырғанға не жетсін әрине. Міне өздеріңіз көріп отырғандағыдай мен табақтың үстіне үліткі қылып созып қойған тарелканың үстіне мен майды жағып қойып қойдым, тындырып қойып қойдым. Ал енді қарап отырсаңыздар, қамыр өзінен өзі созылып жатыр. Түк те қиындығы жоқ. Табақтың үстіне қойып қойғаннан кейін бір 10 минуттай өткізіп аласыздар. Қамыр өйткені тыну керек. Тынған қамыр өзінен өзі қолыңызға тисе созыла беретін осындай керемет лағман болып шығады, достар. Лағман созу процесі менің ұзаққа сәл созылуы мүмкін, өйткені мен сіздерге толыққанды көрсеткім келіп отыр. Арасында түйіншектер болып қалып жатса, қамырыңыздың арасында саусақтың ұшыменен өзіңіз айналдырып алсаңыз, бәрі жазылып кетеді. Егер қамырыңызды 5 минутқа тыңдырып алсаңыз, өзінен өзі созыла беретін қамыр болып шығады. Ең бастысы қамырыңыз жақсы илену керек, жақсы тыңу керек, және де қамырыңыз қатты болу керек, достар. Міне осылай өзінен өзі қолыңызға тисе созыла беретін лағман болып шығады. Түк те қиындығы жоқ.